Тура жолдун ортасына чыгып, кай шақырайық енді. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалдарыңдар. Уалейкумсалам, тағы бауырым қалай? Жақсылар бар. Сені қайта білемін дейік. Қазір енді оформып жетеміз соны. Қай жаққа отырамын мен? Мед освидетельствоны өту керек деп жатыр. Шадам жігіттер. Достар, қазір міне Учаралдағы больницаға келіп, медсвидетельствоға өттік. Ал достар, біз қазір міне мұнай сақтандыру компаниясына келдік. Вот эта дверь не пойдет же? Нет, на замену он не пойдет. Почему не пойдет? Потому что Так же не пойдет же, если твоя машина была, ты написал вот замена. Мектептегілердің келілер әкеліп жүрі қалаға бойжеткенде мен селілердің күнделіктерінде толған үштіктер мен екіліктер. Мен не істейін енді, осы тұрайын ба или қалай? Я қазір сізбен аварийный комиссар хабарласады. Сәкен дәмешін ете айтады. Сізге осы номерге хабарласады. Негізі каска жасаваңыздар, достар, жаңа көлік болса, мен каска жасатқан болатын. Қазір бізде аяқ астынан елік алып шығып, елікті қақтық, мынандай болып жатыр. Жолда кетіп барып, жолда жүргеннен кейін әрқандай случай болады. Тура жолдың ортасына шығып, осылай міне, білейін, балалары бар екен. Біреу, үшеу, екеу ме? Үшеу. Үш баласы бар ма? Содан кейін ете алмай қалды ғой, міне осындай үш баласы бар. Енді автокөлік мұнай сақтандыру компаниясында жаңағы сақтандырылып тұр. Қазір көреміз олардың действиясын қалай болатын. Елік бәрін түсіріп алдық, как болған видеокамера бәрі болған ғой, қазір бәрін түсірдік міне. Ат шықты да аяқ астынан ортаға. Сондай болып қалды. Бәрі аман есен, иә? Бәрі аман есен? Жоқ, ондай бәрі. Просто еліктің үш лағы бар екен деп. Беременная екен, беременная. Хорошо. Қазір ущербті көреміз. Бізде алдыңғы бампер, четі, противотуманка, парктроник осы жермен кетті. Қалай болады екен көреміз енді. Тоқтам, жолда жүргенде байқап жүріңіздер. Әсіресе түнде, қазір көктем кезі, малдар жүреді, жаз кезінде байқап жүріңіздер. Самый главный басаман, арғатай көреміз. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Сақтандыру компаниясына апаттық комиссарымыз есім Сейх болады. Осеке, ассалаумағалейкум. Вот аяқ астынан Өскемен жаққа кетіп бартқан ғой, ауыл жаққа. Сонда Алматыдан. Учаралға жетпей, алына елік алыптан ат шығып, тура трассаның ортасында. И соны қақып кеттім. Менде бампер, противотуманка, подкрылка, в общем, сондай біраз нәрселер нетті. Видеоға түсіріп алдым, елікті де ана жатқан жерін бәрін түсірдім. Енді оны ГАИ шақырайын десем, оны хозяин еш нәрсесі жоқ қойған. Вообще-то менде договорда жазылған, ондай немене болса, там шақырып қажет жоқ деп ГАИ. Ол жер сізде жазылған, егер сумма 150 мыңнан асып қалса, шақыру қажеті жоқ. Егер асып жатса, онда ГАИ шақырту керек. Бізде договор бойынша 150 деп тұрды, безовый. Мысалға аттырында, мысалға 200 мыңға шықса, 150 мыңнан төлеп береді. Онда ГАИ шақыртайын ба? Егер асып жатса, шақыртыңыз. Содан кейін ГАИ шақыртайын да, не істейін оларға? Олар шақыртасыңдар, олар зафиксировать етіп алады. Бәрі. Одан кейін сізге медосвидетельствоға жібереді сізді. Медосвидетельствоны өтесіз оны. Одан кейін сізге копия протокола береді. Ішіне түсініктемеңіз болады, сіздің схемаңыз болады. И 3 күннің ішінде солардың бәрін алып келу керексіз ғой. Компанияға. Все, жақсы. Счет бойынша сізге ұрыстач төлеп береді. Счет бар. Все.
Кәй шақырайық енді. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалдарыңдар. Жақсы өздеріңіз. Ораза қабыл болсын. Бірге Жақсы. не оқып? Сол. Аяқ астынан неме шығып қап, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Тағы бауырым қалай? Жақсы бар. Сені қайтемін бірдекеге О, елік аяқ астынан шығып. Елік қайда? Міне жатыр ана. Елік ана жақта не, как раз көрсетейік. Ел қан жақта жатыр ма? Міне, ен жер жатыр. Қайта ішіне кіріп кетпей кетті, а? Я, Құдай сақтады. Ішіне кіріп кет. Еще қашып үлгердім ғой. YouTube каналға тоже польза болсын деп сразу түсіріп жатырмыз ғой. Жаңа страховка қалай звондадық, бәрін шақырдық, бәрін еткіздік. Ертең чтоб оларға да көрсететін. Шақырдық, көрсеттік деп. Жүрекке тіркелді тұр ғой. Жүрекке тіркелді. Адеке ана, елік, енді ешкім отвечать етпейді ғой оны. Міне жатыр. Не, мына жерде шығады ғой. Мына жерде енді ол жабай аң ғой енді. Иә, қозысы бар екен қаш. Шөу білейін анды. Аны екеуі жатыр. Достар, қалада бұлай тез келмейді. Қалада бұлай тез келмейді. Трассада тез келгенін айтам да. Жігіттер, молодец. Сразу алып келіп, міне осылай. Қазір енді оформить жетеміз. Қай жаққа отырайын мен? Все. Электрон түрде ма? Я, электрон түрде. Түнгі қала отырмыз өлең қасып, ұйықтайтын жер жоқ досым. Ертеңгі күн не келерін білмей, бірақ бүгін өте керек деймін. Өтет кетті өмір алман кезде, енді біраз артта қалды 100 мыңдаған шақырым. Тек шамыңда енді шағырып жетеледі өзіне тартып. Достар, біз қазір Үшчарал қаласына келдік. Аяқ астынан жаңа бір киікті қағып кетіп. Страховка бар болатын, страховой компанияға звондаған кезде жаңа медосвидетельствоны өту керек деп жатыр. Схеманың бәрін сызды. Негізі сақтанғанды Құдай сақтайды дейді, сақтанып жүріңіздер достар. Осындай жағдайлар болып тұрады. Сондықтан да сақтандыру компаниясына қалай жаңағы дұрыс документтер тапсыру керек, қалай барлығы дұрыс болу керек, біздің осы видеодан көресіздер. Шамамыз келген, бұны специально ешқашан адам істей алмайды. Аяқ астынан жолда болған жағдай. Осы біздің болып қалған осы ситуация сіздерге де пайдасы болсын деген мақсатпен арнайы гаидің бәрін шақырып, тоқтап. Бірақ бұл жерде гаи де тез келді. Алла разы болсын жігіттерге. Енді қазір Үшчаралдың ішінен медосвидетельствоне өтіп, арғартай жолымызды жалғастырамыз. Сола береді жылдар жылға, оңай емес білейін тағдыр тартысы, бірақ тақ көрейін тырсы. Бүкіл Үшчаралдың бәрін шулап жүрміз. Достар, жаңа инстаграмда көп адам жазып жатыр. Талғат аға жолыңыз болсын деп, может сол адамдардың бізге тілеген дұға тілегі шығар. Содан аман есен айту. Басқа қатты жағдай болмай, осылай келе жатқан жайымыз бар. Әрқашанда сіздер тілекші болып жүрсіздер. Алла разы болсын, рахмет. Шадам жігіттер. Уағалейкумассалам. Аса арттан қалмай келесіңдер, қалмай келесіңдер. Талдықорғаннан былай қарай Өскемен трассаға қарай шығып бара жатыр деп біз тосып тұрғанбыз ғой. Бәсе. Рахмет, сендерге. Сопровождениеге келетқанға Аяқ астынан. Больница жаққа? Жаңа немене, аяқ астынан немене бір елік қақ кеттік жаңа жолдан. Соны медосвидетельствоны өтейік деп. Жаңа инстаграмға жазған сендер ма? Үшчаралға кірсеңіздер тосып аламын деп бір жігіт жазған болатын. Жоқ, біз просто инстаграмға жазбадық дейсің. Біз ойладық, ответ бермейді шығар деп. Жоқ. Осылай аға Үшчаралға кірсеңіз мен тосып аламын, кіріңіз деп, қонақ болып жіберейін деп біреулер баған жазған болатын. Бәрі, міне, Аллаға тәуба достар, осылай подписчиктердің ақ жол тілеп отырғанның арқасында жаңағы елікті құрғаны бампермен қақ кеттік те аман қалдық деп ойлаймын.
Жадам қайда кіреміз? Амандассам әрі кеттен саппа. Достар, қазір міне Учаралдағы больницаға келіп, медсвидетельствоға өттік. Мен өзім вообще ішпегем, тартпағам. Соның арқасы міне бізде 0 болып шықты. Аға лейтенант Беделбеков дедім, Беделбаев бауырларымыз бағана келді, өздеріңіз көрдіңіздер. Жета тез келді, трассада болсақ та. Әр нәрсені қандай ДТП болсын, орыннан кетпей ешқашан заңды түрде жасауға тырысыңыздар. Өйткені заң, қағаз әр жерде жақсы сөйлейді. Ал енді сіз орыннан кетіп қалып, мен былай істеген деп, оны құр қазір даже видеоның өзімен доказать ете алмайсыздар. Сондықтан да заңды түрде бағынып, заңға барлығын дұрыс істесеңіздер, бұл кісілерде міне түн ішінде бала біз қазір алдында өздеріңізге айтқандай спецбатальонмен қалада вообще ойымыз бар. Осылай осы кісілердің жұмысын көрсетіп түсірейік дегенбіз. Біз независимый организация болғаннан кейін қалай бар мен көрсетіп жатырмыз. Бұл кісілерде біреулердің ағалары, жанұяның отбасының иесі, бала шағасын бағып отыр. Сондықтан көп бізде негізі көрсе болды. Жаңағы жамандап, ой осылар, андай гаишниктер мұндай деп. Ал енді міне басымызға түскен кезде осы кісілерге обращать ететініміз білмейміз. Сондықтан да оны да дұрыс қарап, заңды түрде жүретін болсаңыз, страховкаңыз, документіңіз бәрі дұрыс болатын болса, бұл кісілердің де сіздерде шаруасы жоқ. Сондықтан заңды жүруге тырысайық. Өзіңіз бір ауыз айтып жіберіңіз біздің подписчиктерге негізі заң жағынан орыс. Бере алмайсыздар ма? Сол жақтан, Вот көрдіңіздер ма, даже барлығын заңды түрде жасайды бұл кісілерде де. Рахмет, сіздерге ораза қабыл болсын. Біраз уақыт жоғалтасыздар, өйткені барасыз, келесіз, мына документтерді өткізесіз, бірақ сізде барлық заңды түрде. Сондықтан заң жүзінде жұмыс істеуге тырысыңыздар. Міне қазір свидетельдерді әкеп барлығын заңды түрде жасап жатырмыз. Достар, мына қараңыздаршы, жас жігіттер Учарал қаласынан келіп аттарың кім? Сырым? Темірхан. Сырым, Темірлан деген жігіттер келіп, міне осы жерде күтіп, жолдан трассадан берілесіңдер, және сендер. Рая Петровдың. Оны қайдан білдіңдер историядан? Дос бала. Аны Талдықорғаннан хабарласты ғой, бері қарай кетті деп. Кетті деп па? Алла разы болсын жігіттер сендерге. Қазақтың әрбір жігіттері осылай, мысалы қазір бұлар негізі бір жерде, бір кафеде барып отырып, арақ ішіп, басқа істеп жүрсе де болатын еді. Бірақ та осылай мені келіп тосып алып, жаңағы өздеріне керек ақыл кеңес алып қалып, Алматыға келсеңдер келіңдер, Алла қаласа. Атак, видеом арқылы всегда көмектесуге тырысамын. Көре ма? Тек қана алға. Сізге де рахмет. Давайте, жігіттер. Рахмет сендерге де. Жарайды ал. Давайте, сау болыңдар. Сол, давайте. Рахмет. Тек қана алға, жігіттер. Давайте. Мамырдың айлы түні, кеудемесіңді көк шөптің түтіні. Болу керек еді мен бір күні болса, жүргенімде бір күлі. Күйдіріп алма қолыңды, ыстық болады жүрек, ұмытпасаң жолыңды, айналаң зұлымды. Ал достар, біз қазір міне мұнай сақтандыру компаниясына келдік. Менің көлігім Infiniti QX80 көлігі осы мұнай сақтандыру компаниясына сақтандырылған болатын. ГАИден керекті түсініктеме, олардың протоколы толтырылған. Соң кейін ГАИдің схемасы және де менің жаңағы алкотесті өткен қағазым. Осы қағаздардың барлығын алып келдік, қазір тапсыратын боламыз. Және де неше күнде қалай бағаланатыны және неше күнде мен осы страховканың ақшасын алатынымды сіздерге осы материалда көрсететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қанша жылдар созбасын, бәрібір керек асығыңа қорғасын. Неліктен жалғыз қаламын деп қорқасын, бар ғой сенің отбасын үйде. Ең әдемі көбелек, қалдыруы мүмкін жүрегіңді өкпеле. Айтқан шығар біреу өкпеңді көп төкпе деп бекер. Сол адаммен бол көбірек тексе, мәтінін бұл өлеңнің
мен сені алдамаймын 100 мың жылдық әлемнің жүрегі тоқтамайды қара көздеріме қара. Біз Семейге кетіп бартқан кезде Алматы Өскемен жолында киік қақ кетіп Infiniti көлігімізді соғып алғанымызды білесіздер. Соны сіздерге пайдасы болсын деген мақсатпен осы страховканы қалай алып жатырмыз, соны сіздерге түсіндіріп көрсетіп жатырмыз. Кеше біз страховой компанияға барғанбыз. Бүгін Infiniti центрға келдік. Олар сағат 5-ке бізді оценкаға жасауға және біздің осы кететін шығынның мөлшерін есептеп беруге келіскен болатынбыз. Соған арнайы келдік. Қазір бізде автокөлікті көтеріп, оның скрытый дефекті көрінбей тұрған сынық жерлері болса, солардың барын қарайтын боламыз. Ол 36 мың теңге тұрады екен, оны мен өзім төлейді екенмін. Одан кейін барып, сол счетты страховой компанияға беріп, олар сол бойынша бізге төлем жасап береді. Соны сіздерге қазір қалай оценка жасады, қалай шешіп жатыр, соның барлығын көрсететін боламыз сіздерге. Вот здесь вот так кровь была. Ey bere kara bul kap kara Şımkent köşedeki şara bara bari Şiddet şiddet как будто şiddelli Ey bere kara bul kap kara Şımkent köşedeki şara bara bari Şiddet как будто şiddelli Здесь не строим, только нормально. Köşedeki şara bara bari Şiddet как будто как будто как будто Вот эта дверь не пойдет же? Нет, на замену он не пойдет. Почему не пойдет? Потому что Так же не пойдет же. Если твоя машина была, ты написал вот замена. А сейчас вот так говоришь. Вот, жігіттер, вот, пойдемте. Көрермендер, міне қараңыздар, мына жерде есік, жаңа еліктің емеспен нетілген. Енді страховая компания, біз айттық, біз жақтан, вообще рекомендует на замену, которые сам дилеры, они говорят, шпаклевкой пойдет. Разве так бывает? В общем, посмотрим. Шишка блендерде, Иста Коста келиктери немедленно Толтада купи, брат, шарный very good Походка смелый, не худелый, достойно, Эй, бері қара бұл тап, қара Шымкент көшедегі жара бара бар Енді қазір міне бізге есебі шықты. 3 миллион 189 мың 500 теңге бізге санап берді. Енді осыны страховая компания бізге төлейтін болады. Менің көлігім негізі 31 миллион 700 мың теңгеге сақтандырып тұр. Мен осы сақтандыру компаниясынан Жаннұр ханым келіп, маған осы сақтандыруды ұсынған кезде келіспеген болатынмын. Өзіміздің қазақшылыққа салып, енді бір ай өтпей жатып, міне осындай жағдай болды. А мен сақтандырған суммам 1 миллион 300 мың теңге болатын. 1 миллион 300 мың теңгеден скидка жасап, 920 мың теңгеге маған скидка жаңағы сақтандырған болатынбыз сумманы. Енді қараңыздар, осындай ремонттың қазір бізде өзіне 3 миллион 100 мың теңге шығып тұр. Сондықтан да сіздер біз қазақшылыққа салынбай автокөліктеріңізді сақтандырып жүрсеңіздер, сақтансаң Құдай сақтайды деген тағы бар. Және де ана менің енді түсініп жатқаным, бай адамдар неге байи береді, а кедей адамдар неге кедейлене береді деген сұрақтың бір жауабы осы жерде жатқанда. Өйткені өздеріңіз ойлап қарасаңыздар, жаңағы ақшасы бар адамдар әрқашанда осындай сақтандырып жүреді нәрселерін. Ал енді біз қойшы оған сол ақшамыз кетіріп жүргенше деп ойлап, мысалы сақтандырмай жатамыз. Ал оның потом машина соғылып қалған кезде, басқа да бір жағдай болған кезде өз қалтамыздан шығарып ақшалар төлеп жүреміз. Сондықтан да біздің мына осы видео сіздерге пайдалы болсын деген оймен осы видеоны толық жаздық сіздерге. Мына машинаны енді осы сумманы алып
арнайы сол Infinity Center'дағы жөндейтін орынға барып жасататын боламыз. Біздің каналдан тағы да қандай сіздерге пайдалы видеолар көргілеріңіз келет, астыға жазып отырыңыздар. Сонымен қатар біздің каналда тегін Mazda 626 автокөлігі санымыз 50 мыңға жеткенде ойналатынын білесіздер. Тағы да алдағы уақытта видеолар автокөліктерге байланысты болмақ. Каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар.